Қалай 3 күнде тендерге кіреміз? Ең бастысы дұрыс шешім шығару. Нақты менікі емес. Неге 3 күн? Ең бірінші ЕЦП, екінші ИП немесе ТО, үшінші енді соған арнайы счет ашасыз. Сізді 2 жыл көріп жүрмін, 1 жыл көріп жүрмін дейді, ноутбук түсінбейді. Көрген емес, бұл істеген адамның тірлігі тендерде миллиондар алады. Жай ғана бақылаушы болмаңыз, уақыт деген зымырап жатқан кез. Сол үшін де дайын болу өте маңызды. Ассалаумағалейкум, батырлар, қазақ елі қалайсыздар? Қалай 3 күнде тендерге кіреміз? Толығымен тендерге қалай сүңгіп кетуге болады шақ күннің ішінде? Бұған ойланудың қажеті жоқ. Ең бастысы дұрыс шешім шығару. Нақты менікі емес. Я жоқ. Барамын, бармаймын. Келемін, келмеймін. Істеймін, істемеймін. Ортасында жоқ. Көре салайын, ойланайын, может байып кететін шығарым деген жоқ. Нақты менікі деп дайын болсаңыз, сіз толығымен шешім шығарып тұрсыз. Өйткені дайын болуда ортада деген нәрсе жоқ. Ойланатын процесс емес, жасайтын или жасамайтын процесске көшсеңіз, тез шешім шығару қабілетін істеп тұр. Екінші, базовый ноутбук системасын түсіне алсаңыз. Копировать, ставить деген сияқты элементарный 5 кнопка бар, осы 5 кнопкамен жұмыс жасаймыз. Бірақ ноутбук ұстап көрмегендерге кішкене қиындық туындады. Жақында енді бір кісі 5 тендер жауып отыр. Мышканы көтер десе, ол бүйтіп көтеріп алған ғой мышканы. Шынымен де өзіміз жыртылды ғана жерде. Мышканы көтер десе бүйтіп мышканы көтеріп алған. Кәдімгі бір арнайы бір приколдарда жасайтын не сияқты өз сасып қалды ғой. Сол сияқты копировать, ставитті 3 сағат түсіндірген адамдар істеп кете алады. Ең бастысы жаңағы шешім шығарып алуыңыз мықты болса болды. Енді бізге керегі не? Неге 3 күн? Ең бірінші ЕЦП. ЕЦП кілтті түсінген шығармыз. Бұл электронда қол қою кілті. Бұл ЕЦП сіз өзіңізге ИП ашсаңыз, өзіңізге ағаңызға ИП ашсаңыз, ағаңыздың ЕЦП-сі болу керек. Немесе пенсияға шыққан адамдарға ашып атады, сол кісінің ЕЦП-сі болу керек. Кімге ИП немесе ТО ашамыз, арнайы соның ЕЦП-сін аламыз. Екінші ИП немесе ТО. ИП дегеніміз мен өзімнің инімді кәсіпкер деп тіркесем болды, мен индивидуальный предприниматель, яғни жеке кәсіпкер. ТО дегеніміз біздің тілмен корпорация, бір заңды тұлға деп алса болады. Оның бөлек бейіні болады. Оның жауапкершілігі шектеулі серіктес деп аталатын да сол үшін. Бөлек бейіні болған үшін. Бұның кішкене чуть-чуть машақаты бар. Бастапқыда ИП-мен бастай берсеңіз, бұл бір бет құжат. Бүгін ашып, ертең жауып тастау мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ИП ашқаннан кейін мұны жабам деп ашпайды. Кәсіпкер болғаннан кейін кез келген ИП-ны басқару мүмкіндігі бар. Қараңыз, үшінші енді соған арнайы счет ашасыз. Бұл екеуі бір күнде жасалуы мүмкін. Бірақ мына счетті ашу бірден ол күні болмайды. Сол үшін екінші күні арнайы базаға ИП-іңіз тіркелгенде счет ашу мүмкіндігіңіз бар. Счет ашу мүмкіндігінде сіз банкты өзіңіз таңдасаңыз болады. Немесе біздің ұсынған банктерді. Арнайы төменде ақпарат алатын номер тұр, сол жерге звондасаңыз, қандай банктен ашу керек екенін барлығын түсіндіріп беремін. Негізі ұсынатын банктер өзіміздің қарапайым түсінетін банктермен жұмыс жасау. Болмайтын бір банктерден ашып келудің қажеті жоқ. Сол үшін базовый банктен неге мән беру керек? Бірінші пайызға. Пайызды санай алсақ болды. Шешкен кезде снятие, перевод дейді, жіберген кездегі пайыздарды есептей алсақ, болды. Ең тиімділігі осы. Енді қараңыз. Дайынсыз. Үшінші күні немесе сол екінші күні сіз оған арнайы счетқа ақша салып қойыңыз. Минималды 20 мың немесе 30 мың. Егер сіз 1 миллиондық тарифтен бастаймын десеңіз. Бұл үшеуі қатар дайын болған кезде, және счетыңызда ақша түскен кезде болды. Сіз дайынсыз толығымен. Счет арнайы банктен ашылу керек, сол ИП-ға. Соны түсініп алыңыздар. Басқа айлық алып жүрген картаңыз немесе қандай да бір счетыңыз жарамайды. Бұл ИП-ға текущий счет деп арнайы счет ашасыз. Енді қараңыз, ЕЦП-ға келетін болсақ, тағы бір талқылап алайық. Мысалы, менің ағамның ИП-сі бар, мен сол адамға аштырып жұмыс жасағым келіп тұр енді. Мен басқа ИП аша алмаймын ғой, бір адамға бірақ ИП ашылады. Ол Халық банкпен жұмыс жасап жүрсе, мен мысалы оған ашамын, Жусан банктен счет ашып, сол счетті өз номеріме тіркеп аламын.
Болды, мен ағамның ипсін өзім басқарып жүргенмен бірдей болады. ЕЦП кілтін паролін алсам болды. Ол өз кәсібін өзі істей береді, мен мына жақта өзім бөлік істей беремін. Мен счетты қойған кезде банкте сол Жусан банктың счетін қоям, потом мен өзіме ақша түсіп тұрады. Ол дегеніміз біздің счеттың Каспи Голд сияқты. Маңыздысы осыны түсініп алсаңыз болды. Жеке кәсіпкер болудан еш қорықпаңыз. Бұл жай ғана бір мамандық сияқты. Аз уақытта меңгеріп алу мүмкіндігіңіз бар. Бұның барлығына толығымен 3 күн кетеді. Негізі дайын болып келсеңіз тіпті жақсы. Ана жол бір ағамыз болды 48 жаста. Бізге келмес бұрын, мысалы, 15 күн бұрын ноутбук үйренетін жерге барып, ноутбук үйреніп келген екен. Өмірі мышка ұстап көрмеген адам. Зато 3 миллион 300 жапты. Ойлаңыз, 3 миллион 300. Аз уақытта трамплин. Сол үшін іштей дайын болып келу үшін біз осы нәрселерді талқылап тұрып жасап бергіміз керек. Әйтпесе келетіндер болады. Сізді 2 жыл көріп жүрмін, 1 жыл көріп жүрмін дейді, ноутбук түсінбейді. Не ол 1 жыл көріп жүрген паражына кетті былай айтқанда. Сол үшін көрген емес, бұл істеген адамның тірлігі тендерді миллиондар алып келеді. Сол үшін жай ғана бақылаушы болмаңыз, істеуші. Біз әр кезде амалға жасауға көшсек, біз дайынбыз. Сол үшін бізге дейін осыны ашып бастап кете аласыз, немесе өзіңіз де бастап кете аласыз. Біз бірталай видеолардың барлығын шығарып тастадық, жақын арада тағы да толығымен шығарамыз. Қаншама қалай тіркелу керек, қалай заявка жіберу керек, қалай ішінен сүзгі жасау керек, талқылау керек, барлығы. Жасайын десеңіз тегінде істеп аламын. Ал былай ортаға келемін, командамен өсем, 1 жылдық стратегияны түсінгім келеді, 50 миллионға қалай жету керек екенін ұққым келеді десеңіз, ортамызда бұл система бойынша көрсетіледі. Өте маңызды, бар жоғы 3 күннің ішінде тендерға сүңгу мүмкіндігіңіз бар. Уақыт деген зымырап жатқан кез. 3 күн бұл өте аз. Көзді ашып жұмғанша. Ең бастысы шешім шығаруыңыз нақты болса болды. Келгеннен кейін артқа қайтпайтындай принципіңіз болса, тендердегі триллиондардың ішіндегі миллиондар көз алдыңызда келіп тұрады. Сол үшін де дайын болу өте маңызды. Әйтпесе екінің бірі кәсіпкер болып кетушеді. Нақты дайынмын десеңіз, төменге комментарийға міндетті түрде жазып жіберіңіз. Мен дайынмын. Аяғын апаруға келісемін. Кез келген уақытта жасай аламын. Осы нәрсемен дайын болсақ, қалғаны мәселе емес. Рет-ретімен көрсетілген, шақ-шағымен түсіндірілген барлығы айтыла береді. Ең бастысы 3 күннің ішінде сүңги алатындай қадамды түсіндіңіз. Жаңағы 30 мың теңгеңіз бұл арнайы счетқа тариф алу үшін, ішінде обеспечение төлеу үшін керек болады. Ол өзіңіздің ақшаңыз, ешқайда кетпейді. Ал үлкен сумаға кірем десеңіз, бір 100 мыңдай ақша салып қойсаңыз болады счетыңызға. Сол счет дайын болса, қалғаны базовый. Келесі видеоларда, осы YouTube арнамызда біраз видеоларда көрсетілген, қалай рет-ретімен жасау керектігі. Төменге міндетті түрде өз ойыңыз жазыңыз, қаншалықты дайынсыз, және қандай да бір мәселе, қандай да бір қиындық туындап тұрса, бөлісіңіз. Шешімін міндетті түрде менің көмекшілерім сізге жасап береді, тауып береді. Қандай жағдай тұрмаңыз, мәселе шешілу керек. Проблема деген жоқ, шешімі ғана бар. Дайынсыз ба? Дайын болсаңыз міндетті түрде біздің негізгі орталыққа келсеңіз болады. Амандықта, саулықта кездескенше 3 күннің ішінде тендер бастап үйренейік. 3 күннің ішінде нақты шешім шығаруды үйренейік. Бұрын сонда 7-8 сағат өте маңызды болатын, қазір негізінде 24 сағаттың жартысы, 12 сағатта іске көшу трендте болып тұр. Сол үшін тірлік ететін қазақтың қыз бен жігіттерінен болайық. Әр кезде тірлік болса, бірлікте болады. Сол үшін тірлікте бірлік болған кезде үлкен күш болады. Аман болыңыз, ауырмаңыз, табысты күндеріңіз, миллион табатын кезеңдеріңіз көп болсын.